көмектес септік, түркше vasıta hali деп айтамыз. Түркше көмектес септіктің жалғауы дауыссыз дыбыстардан кейін ла немесе ле, дауыстылардан кейін е әуелі сосын ла. Алдымен е, есімізде болса, дауысты дыбыстардан біткеннен кейін негізі дауысты дыбыспен басталатын қосымша болған кезде ені жалғайтынбыз, бірақ көмектес септікте осылай заң бойынша, ереже бойынша дауысты дыбыстан кейін е, ла, е, ле дейміз. Ла немесе е, ла қандай жағдайда? Жуан дауысты дыбыстардан кейін. Соңғы сөздің соңғы буынында а, о немесе у болатын болса, ла, е, ла. Ал егер жіңішке дауысты дыбыс болатын болса, соңында и, немесе болатын болса, онда ле немесе е, ле. Кіммен, кименне немесе ким иле бөлекте жазуға болады. Егер бөлек болатын болса, онда формамыз иле. Немен, мейле немесе не иле. Иле бұл бөлек жазылатын формасы. Сөзден бөлек жазылатын формасы. Негізі көмектес септік іс-қимылдың құралын, тәсілін көрсетеді, ортақтастық, біргелік қатынасын білдіреді. Қазақшадағы мен, менен, бен, бенен, пен, пенен секілді. Мысалы, учақ қараймыз, дауыссыз дыбыспен бітіп тұр. Дауыссыздан кейін не дедік? Яланы әкелеміз, ялені әкелеміз. Оның алдындағы дауысты дыбысқа қараймыз. Ол а болғандықтан біздің таңдайтын вариантымыз әрине ла. Олай болса, учақ, ла. Бірақ оны бөлекте жазуға болады дедік. Олай болса, ол бөлек жазатын вариантымыз иле, учақ, иле деп жазамыз. Яғни, ұшақ, пен. Трен, пойыз, трен, ле. Дауыссыз дыбыс. Оның алдында жіңішке дауысты дыбыс бар. Сондықтан ле қостық, трен, немесе оны бөлек жазсақ та болады. Трен, иле, пойызбен. Геме, кеме. Немен? Кемемен. Қараймыз, сонда дауысты дыбыс бар. Дауыстыдан кейін екі ортаға е алып келеміз деген болатынбыз. Олай болса, геми, ле. Бөлек жазсақ та болады. Онда геми, иле. Немен? Кемемен. Деген сияқты. Бабам, ла. Немесе бабам, ile kіммен? Annem, le. Annem, ile. Kіммен? Anamмен дедік. Енді кітаптардағы мысалдарға қарайық. Мысалға, işten taksi ile dönüyorum. İşten taksi ile dönüyorum. Жұмыстан таксимен қайтамын. Екі вариант бар. Біреуін бірге жаздық такси ile деп, біреуін бөлек жаздық такси ile деп. Бірақ екеуінде де мағына өзгермеді. Екеуінде де таксимен немен қайттым. İşe otobüs ile gidiyorum. İşe otobüsle gidiyorum. Жұмысқа автобуспен барамын деген кезде бөлек жазсақ та болады отобус иле деп, немесе бірге отобус ле. Оны мына жерде көріп тұрмыз. Араба иле машинамен, немесе бірге жазатын болсақ а дауысты дыбыс болғандықтан арабайла. Такси иле таксимен, немесе бірге жазатын болсақ такси иле. Такси и дауысты дыбыспен бітіп тұр. Сондықтан екі ортада е дыбысы қосылды. Otobüs ile, автобуспен, otobüsle бірге де бөлекте жаза аламыз.
Otobüs дауыссызды, біз сондықтан оған тікелей ле қостық. Вапур или пароходпен, немен, вапур ла немесе бөлекте жазсақ болады, бірге де жазсақ болады. Трен, поезд, otobüs, автобус, uçak, ұшақ, gemi, keme. Başbakan yurt dışına gidiyor. Премьер-министр шетелге барады немесе кетіп бара жатыр. Немен? Ұшақпен. Uçak ile бірге жазсақ, uçak ла. Yusuf Ankara'ya gitti. Yusuf Ankara'ға кетті. Немен кетті? Otobüs ile автобуспен бөлек жаздық немесе илені бөлек жаздық немесе otobüs le деп бірге жазуға болады. Aylin Bursa'dan geldi. Aylin Bursa'dan келді. Немен? Кемемен. Gemi ile geldi деп жазуға болады. Немесе бірге жазатын болсақ, gemi ile geldi. Babam iş yerine gidiyor. Әкем жұмыс орнына, яғни жұмысқа бара жатыр, немесе барады. Кетіп бара жатыр, немесе немен? Tren ile poizbен. Не болмаса бірге жазайық. Tren ile. Әкем жұмысқа poizбен барады. Илені ile немесе жаңа егер сөзбен бірге жазатын болса ла, ле, ол дауысты дыбыспен бітетін болса ла, ле деп жазуға болады. Бұны жалғаулық шылау ретінде де қолдануға болады. Жаңа ғана біз не дедік? Көмектес септіктің қосымшасы ретінде, жалғау ретінде қолданадық дедік, ал енді жалғаулық шылау ретінде де пайдалануға болады. Бұл қазақшадағы мен, менен, бен, пенен, бірақ мағынасы және деген мағынада. Және деген мағынада. Мысалға, сырада, партада kalem ile немесе бірге жазуға болады. Kalem ile defter var. Партада қалам мен дәптер бар. Қалам мен дәптер бар. Ал егер мен mektubu, хатты kalem ile veya kalem ile yazdım. Мына жерде партада қалам мен деп бөлек жазамыз. Қалам мен дәптер бар деп жазамыз. Ал мына жерде хатты мен немен жаздым? Қалам мен жаздым. Бірге жазамын қазақшада. Яғни мына жердегі мен бұл жалғаулық шылау. Жалғаулық шылауы мынау ile немесе ле. Ал мына жердегі немен жаздым? Қаламмен жаздым. Олай болатын болса бұл көмектес септік. Көмектес септік. Сол сияқты annem ile немесе annemle бірге де жазуға болады. Babam tiyatroya gitti. Gitti. Mamam мен papam tiyatroga bardı. Mamam мен. Бөлек жазамын. Papam. Бұл жерде өйткені бұл жалғаулық шылау. Ал егер театрға кіммен бардым? Анаммен бардым. Мамаммен бардым. Annem ile немесе бірге жазайық. Мағына жағынан ешқандай өзгеріс болмайды. Annemle gittim. Театрға мамаммен, анаммен бардым. Мамам мен. Қазақшада біз бұны бірге жазар едік. Бірге, өйткені бұл көмектес септік. Бұл жалғау ретінде. Көмектес септік. Не осындай мағына жағынан өзгеріс
болады. Біз енді үлгіге қарайық. Кыртасиеден дефтер или калем алдым. Кеңсе тауарлар сататын магазиннен дәптер мен қалам алдым. Дәптер мен қалам алдым. Bu жерде жалғаулық шылау. Elma ile muzu çok seviyorum. Alma, мен бананды жақсы көремін, қатты жақсы көремін немесе. Бұл жерде жалғаулық шылау. Emine pantolon ile gömleği çamaşır makinesine attı. Шалбар мен көйлекті кір жуатын машинаға салды. Annem ile babam tatile çıktı. Мама мен папам не істеді? Демалысқа шықты, демалысқа кетті. Бұл жерде біз жалғаулық шылауды көріп тұрмыз. Тағы да иленің ережесін көрсетіп тұр мына жерде. Қандай жағдайда ла, ле немесе е, ла, еле болатыны. Arabayla bize geldi. Немен? Машина. Мен бірге жазамыз. Бізге машинамен келді. Akşam beni telefonla aradı. Кешке маған мені телефонмен іздеді деп тұр. Қазақшада телефонмен іздеді, яғни телефон соқты. Telefonмен. Gemiyle seyahat ettiler. Kimiмен сапар шекті. Немен? Kimiмен. Немен? Telefonмен. Бірақ мағынасы телефон соқты бірге. Kardeşim ellerini sabunla yıkadı. Інім қолын sabunмен жуды. Немен? Sabunмен. Annem ütüyle gömleğimi ütüledi. Mamam ütükпен көйлегімді ütükledi. Немен? Ütükпен бірге. Kapıyı anahtarla açtı. Есікті кілтпен açtı. Немен? Кілтпен. Adam parayı valizde taşıdı. Ер адам ақшаны чемоданмен тасыды. Немен? Чемоданмен. Бұл жерге дейін көріп отырмыз. Лале көмектес септік жалғауы ретінде пайдаланылды, қолданылды. Al bilgisayarla fotoğraf makinesini çantaya koydu. Kompüterмен fotoapparatты сумкаға салды дейтін болсақ, онда бөлек жазамыз. Eve halıyla perde satın aldık. Үйге кілеммен перде сатып алдық. Кілеммен перде. Kompüterмен fotoapparat. Burcu'yla Demet sinemaya gitti. Burcu men kim? Demet kinoga bardı. Gelinle damat düğünde oynadılar. Kelin men kuyov jigit toyda biledi. Kardeşime balonla top aldım. Enime немесе бауырыма шар мен доп aldım. Akşam üzümle karpuz yedik. Кешке жүзім мен karpuz yedik. Öğretmen Van Gölü ile Tuz Gölü'nü anlattı. Muğallim Van Gölü мен Tuz Gölü'nü түсіндірді, айтты. Бұл жерде мына соңғы 7 сөйлемде лале қандай мағынада? Жалғаулық шылау ретінде қолданылды. Жалғаулық шылаудың қызметін атқарды. Жаңа айтып өттік,
илени бірге де жазуға болады, бөлек те жазуға болады. Егер бөлек жазатын болса, хейжан, иле тек бір ғана тұлғасы бар, барлық жерде иле болады, иле болады, иле болады. Ал егер оны бірге жазатын болсақ, оның лале немесе ела, еле деп жазамыз. Али иле. Али апострофты ұмытпайық, өйткені бұл адамның аты, жалқы есім. Али иле. Пиде мен, бұл тамақтың бір түрі, пиде иле нанмен жасалатын. Трен ле немен, пойызбен.